Бүгін қазақтың белгілі композиторы, тума талант иесі, есімі көзі тірі кезінің өзінде аңыз болып кеткен бірегей өнер иесі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толды. Қазақстанның халық артисі, аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы, Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, осы заманға қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, Қазақстанның қазіргі ән ұранының авторы Шәмші Қалдаяқовтың халқымыздың рухани өмірі мен музыкалық мәдениетіндегі алатын орны орасан. Сазгер 1930 жылы 15 тамызда оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында туған. Шәмші әндері ғажайып саздылығы мен сылдырап аққан бұлақ суындай тап-таза сыңғыры мен лирикалық наздылығы мен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жағынан сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндерінің әуенін ұлттық нақышпен құнарландыруында, яғни халықтық қайнармен қабыстыруында жатыр. Ал бұл оның қазақ жұртының музыкалық дәстүрлі сүтін еміп өскендігіне дәлел. Болсақтағы жаңа таныс, жүзсек алғаш қайықта, ұшқыр қиял кет тауалыз, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған, айдын шалқар көл беті, сәулем жарқын келбеті, сәулем мені ойландырған, сенің жарқын
Шәмші Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса айқын, соңғы леп ала келген сазгер ретінде танылды. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданып, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Композитор шығармаларының тақырыптық, мазмұндық ауқымы аса кең. Елге, жерге, отанға, ата-анаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік Шәмші шығармаларының басты тақырыбы. Оның азаматтық лирикаға тұнған, отанымыздың кең байтақ жерін жырға қосатын Ақ ерке, ақ жайық, Арыс жағасында, Сыр сұлуы, Теріскей, Қарқаралы, Өмір өзен тағы басқа туындыларын жұртшылық ерекше ықыласпен қабылдады. Композитордың марш екпінді, жігерлі, шаттықпен шырқалатын «Менің Қазақстаным», «Бақыт құшағында», «Бәрінен де сен сұлу» сияқты әндері халық арасына кеңінен тарады. Өзіңмен арыстым, ойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Алдыңда бір бақыт, тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойланып, әндеттің жайғана. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Нұр шашып көзіңнен, бір нәзік сезіммен, жібектей шашың толқындап, қалып ең қол бұлғап. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кете ме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, көрсем деп келемін. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаз еді күлкіңде,
халық арасында әсіресе күллі отаншылдық, елшілдік нотасын тап басқан «Менің Қазақстаным» туындысы айрықша мәшһүр болды. 2009 жылдың аяғында «Менің Қазақстаным» деген әнді жазуға тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі, солтүстіктегі 5 облысымызды Целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай орыстар бөліп алайын деп жатыр, мынау солтүстік облыстарымызды деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген жақсы қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік, дағы Жамал апа қағып алды, дағы сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, күніне 1-2 рет беріп қойыңдар деп, соныменен менің Қазақстанымды күніне 1-2 рет беріп қоятын болды. Сөйтіп жүріп, бұлай өзімізше бір патриоттық іс қозғадық қой деп. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысушы ұл қыздар Алматы алаңдары мен көшелерінде Шәмшінің осы әнін ұрандай шырқап шықты. «2005 жылдан «Менің Қазақстаным» туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. Шәмші Қалдаяқов 1992 жылы 29 ақпанда жасы 62-ге қараған шақта ұзаққа созылған ауыр науқастан қайтыс болды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына байланысты 3 бірдей жарлыққа қол қойды. Елбасының бірінші жарлығымен 1991 жылы оған Қазақстанның халық артисі құрметті атағы берілсе, екінші жарлығымен 2006 жылы композитордың «Менің Қазақстаным» шығармасы әнұранға айналды. Ал үшінші жарлығымен 2010 жылы Шәмші мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Қаншама уақыт өтсе де, ән аға, Шәмші аға мәңгі халықтың жүрегінде қалады. Шәмші аға